Жалпы сіз билікке барып жатсаңыз, нені өзгертетін едіңіз? Мен біріншіден билікке бару ешқандай жоспарымда жоқ. Егер барып жатсаңыз. Ертең не болады? Менде бірақ жағдай болуы мүмкін, егер халық сол талап етіп, мына билікте өзгеріс енгізуге ғана бір қысқаша уақытқа шақырса барам. Қалған уақытта мен өзім билікте өз-өзімді көріп отқан адам емеспін, жалпы. Мен қоғам қайраткерімін. Бірақ неткенмін де, әрине биліктен реформа талап еткенде де не талап етуін дұрыс анық білу керек қой. Адам оны пайымдап, несі дұрыс, несі бұрыс екенін дұрыс түсіне білу керек. Сондықтан билікке барған кез келген адам, мен өзім туралы айтпай қойыншы, кез келген адам бірінші міндетті түрде нәрселерді істеу керек. Менің ойымша, бірінші ол халықтың барлық белсенділерін жинап, жалпы құрылтай құру керек. Бірінші құрылтай құру керек та ақылдасу керек. Өйткені халық қолдамаған реформа ол жүзеге асырылмайды. Ол бір. Екіншіден, ол митингілер деп отырмыз, жиналыс, жалпы халықтың өзінің мұң-мұқтажын айтуға көмектесетін шаралардың еркіндігін беру керек. Үшіншіден, бұқаралық ақпарат құралдарын босату керек. Мүлдем. Өйткені мына жемқорлық деп отырмыз ғой, біздің ең үлкен жауымыздың бірі жемқорлық деп отырмыз. Жемқорлық дегеніміз ол кәдімгі зең сияқты, былай көлеңке ылғал жерді іздеп жүреді да, мысалы мынаның артында, ананың артында, сол зең деген плесін ғой орысша. Сол сияқты. Оларды зеңді құрту үшін оған жарық күн сәулесін түсіру керек. Күн сәулесін түсіру керек. Күн сәулесі деген не? Ол ашық ақпарат, ашық еркін сөздік. Ол бұқаралық ақпарат құралдары, оларды босату керек. Сонда ол жаңағы әрбір шенеуніктің құйрығы боқпа тазама соң ашып береді оның бәрін. Көзіміз жетеді, халықтың көзі жетеді. Сонда шенеуніктер де қорқа тұрлауға. Сондықтан бұқаралық ақпараттарды құралдарын босату керек. Сөз еркіндігін беру керек халыққа. Осы нәрселер, ол бір. Екіншіден, сөз еркіндігі болғаннан кейін, бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі болғаннан кейін, содан кейін жаңадан сайлау өткізу керек. Өйткені халықтың прожектор түсіп отқаннан кейін, жарығы түсіп отырғаннан кейін, әр адамның кім екені, оның қандай қасиеттері бар екені, не айтылды, не үйтті, сөйтті, соң бәрі жарыққа шығады. Айдай анық болады. Сосын ол үш нәрсені тәуелсіз қылу керек. Ол сот жүйесі, сайлану керек, бөлек сайланатын жүйе болу керек. Ол заң жүйесі, ол депутаттар сайлану керек, бөлек. Оның менің ойымша, мысалы, парламентте сенат керек жоқ нәрсе, ол тек қана мәжіліс жетеді. Біз өйткені унитарлық мемлекетпіз. Үшінші, ол атқару жүйесі, ол президент бола ма, жоқ премьер бола ма, ол парламентке бағынатын адам болу керек. Осы үш нәрсені енгізу керек. Ал енді қазіргі таңда көптеген мысалы адамдар, қоғамдық немесе әлеуметтік желілерде көп сөйлейтін адамдар, шешен тілді адамдар бар. Халықтың ұпайы, мүддесін қорғап жүрген адамдарға ұқсайды. Сол тағы бір айтады. Сол тағы айтып кететін нәрсем, қазір мына біздің халқымыз аңқауда, мына саяси тұрғыдан қарағанда өте аңқау, сенгіш. Сосын әр адамдарға құмар болып кетеді. Мынау керемет екен, мынау көсем, мынау кемеңгер деп соның артынан жүреді. Соны дұрыс айыра білу керек. Өздеріңіздер бір лидерді. Оны дұрыс айыра білу үшін ол критикалық ойлау деген мәселе бар. Осы әрбір мынау лидер болам деген адамның үш нәрсесін сұрау керек. Үш нәрсесін. Бірінші, айтып жатқан нәрселері дұрыс па, бұрыс па? Ол бір. Сол айтқан сөздерін сынау керек. Екінші, ол адам айтқан сөз үшін нені тәуекелге салып жатыр? Өзінің бостандығын тәуекелге салып жатыр ма, жоқ па? Өзінің бизнесін, не мүлкін тәуекелге салып жатыр ма, жоқ па? Әлде жай бос сөз ба артында? Бірдеңе тәуекелге салу керек. Үшінші, күнделікті өмірін немен күн көріп жатыр, ақшаны қайдан тауып жатыр, ақшаның көзі неде деп сұрау керек. Өйткені көп адамдар жақсы дұрыс нәрселерді істейді, айтады, бірақ оның заказчигі кім екенін сіз қайдан білесіз? Оны түпкі пиғылын білу үшін, ниетін білу үшін, мына адамның күнделікті өмірін, жанұясын немен асырап келе жатыр, соны сұрау керек. Осы үш нәрсені сұрасаңыздар, көп деген лидерлердің құйрығы ашылып қалады, мысалы. Белгілі болады дейсіз. Сондықтан мен
мен мына халық тарапынан халыққа көмектескім келіп отыр да, мынау дұрыс емес, бүйту керек. Бұл бизнеске де ұқсайтын нәрсе ғой. Осы орайда өзіңіздің артыңызда кім тұр аға, шыныңызды айтыңызшы? Менің артымда ешкім тұрған жоқ. Мен жеке басыммен өз еңбегіммен тапқан қаражатыма тұрып жатырмын. Өз-өзімді асырап келе жатырмын. Мен әжептәуір дәулетті адаммын. Ешкімнен ұрлаған жоқпын, жырлаған жоқпын. Біреудің жетімнің несін алып қойған емеспін. Мысалы, үкіметтен ешқандай қарыз алып жатқан адам емеспін. Керісінше көмектеспесем дейсіз ғой. Иә. Қайта үкімет менен бірталай көптеген бизнестерді алып қойды. Сондықтан сосын тағы да бір нәрсе, мысалы, тағы бір ойда сақтайтын нәрсе, әсіресе мына халық лидерлерді таңдағысы келеді ғой. Сол лидерлердің арасында мына билікке ұмтылған адамдарға сенуге болмайды. Егер біреу билікке ұмтылса, содан қашу керек. Не күдіктену керек. Өйткені сау адам билікке ұмтылмайды. Өйткені билік деген ол міндет, ол ауыр жұмыс. Ал енді билікте тек қана жақсылықты, пайданы көретін адамдар ғана ұмтылады сол жаққа қарай. Сондықтан билікке ұмтылған адамдарға билік беруге болмайды. Менің жалпы өз пікірім солай. Өйткені неге олар ұмтылады? Өйткені бір ішкі мүддесі болып тұр. Қызғанушылығы болып тұр. Қызығушылығы болып тұр сол билікте. Не үшін қызығады? Оны түсіну керек.